Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен базардағыдан кем түспейтін морковь по-корейски дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм сәбіз қажет болады. Барлығын жақсылап аршып, жуып тазалап алдым. Шұңғыл ыдысқа теркадан өткізіп аламыз. Өздеріңізге қажетті мөлшерде мөлшерін көбейтуге болады. Міне барлығын осылай өткізіп алдым. Енді осыған 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз және де 70 немесе 9% сірке суын, яғни уксус қосамыз. Қолымызбен қатты баспай, біркелкі араласқанша араластырамыз. Жақсылап араластырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Осы кезде осындай ыдысымызға немесе табамызға май құямыз. Қыздырғаннан кейін бір орташа пиязды ұсақтап турап, араластырып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Міне осылай қып-қызыл қылып қуырамыз. Енді жаңағы қойып қойған сәбізімізге 1 шай қасық кориандр, қатты толтырмай, 1 шай қасық паприка және де дәміне қарай жарты шай қасық чили, яғни немесе қызыл бұрыш қосамыз. 3-4 тіше сарымсағымызды да теркадан осындай майдалап өткізіп аламыз. Енді осыған жаңағы қып-қызыл етіп қуырып қойған пиязымызды майымен бірге қосамыз да, бастапқыда осындай шанышқының көмегімен араластырамыз, ыстық болғандықтан. Кейін қолымызбен жақсылап араластырамыз. Және де айта кетерлігі, базарда весовой сатылатын специяларды қолдансаңыздар жақсы, себебі пакетиктегілердің дәмі дұрыс шықпауы мүмкін. Осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер және де каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбота.